Мына машина кеч каналының көрүүчүлөрү автоунаа базарынан кайтып жатып, салт болуп калгандай, ушул жол жээгинде автоунааларды тартайын деп чечтим. Видеолорубузга класс басып комментарий калтырганды унутпаңыздар. Бүгүн 16 август 2020 жыл аптагүнгө жекшемби биз Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарындабыз. Жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөргө биздин каналга жазылыңыздар, подписаться баскычын басып, жана жанындагы коңгуроочону басып койсоңуздар, биздин маалыматтарды биринчилерден болуп кабардар болосуздар. Бул жакта ушундай автоунаалар турат. Ама көрүп турганыңыздардай маалымат кагазында баасы жазылып атыр, бирок ээси отурат экен, ушудан билип берейин. Машина канча деп атасыз? 120 миң, 2011. Мына дагы бир кайталап көрсөтүп коеюн. Инжектор мотор. Volkswagen Golf 4. Оң руль. 2002 жылы чыгарылган, объему 1.6. Ээсин байланыш номер 507 88 88 40. Баасы 250 миң сом деп атат. Кээинки учурларда мындай көбүнчө алдын эле тартканга тартып кетемин. Туура түшүнмөй кабыл алыңыздар, себеби капталдарында дагы мындай машиналар тыгыз коюлуп, тартууга кыйынчылык туудуруп калат кээде. Mercedes-Benz E-класс 124 кузов, седан. 1986 жылы чыгарылган, объему 2.3. Баасы 120 миң сом. Коробка механика. Люк бар. Мына чекеде эле тартып кетип бергиле деп ойлобогула, мына турган машиналарды. Кээбиркилер мындай стоянка катары эле автоунааларын коюп кетип аткан болот. Мына жерде өзгөчө бир автоунаа турат. Renault. Моделин билбейт экенмин. Азыр аракет кылабыз билгени. Моделин жазбап турум. Маалымат кагазында 1995 жылы чыгарылган, объему 1.1. Коробка механика, ээсин байланыш номери 776 17 26 27. Баасы 60 миң сом. Люк бар. 2 эшиктүү экен. Renault. Эгер адашпасак, Twingo деп жазылып турат. На салону. Honda Civic 1992 жылы чыгарылган, объему 1.5. Ээсин байланыш номери. Айтылыш баасы 100 миң сом. Машинанын ходову барды. 4 айнектен электро көтөргүчтүү. Салону ушундай. Люк бар экен. ВАЗ-2106. 2002 жылы чыгарылган. Баасы 120 миң сом. Чекеден тартып берсеңер болмок эле дегендер бар. Мынакей көрүп атасыздар. Маалымат кагазында көпчүлүгүндө баасы жазылган эмес, же ээлери да өздөрү да жок. Баасын билип берейин десем, ошондуктан толук маалымат алган автоунааларга эле көңүл буруп басым жасайбыз. ВАЗ-2105 транзит номерде Россия. 2011 жылы чыгарылган, объему 1.6. Баасы 75 миң сом. Ээсин байланыш номер 558 44 02 01. Deo Nexia 1. Туманниктер бар. 2003 жылы чыгарылган, объему 1.5. Ээсин байланыш номер 555 45 57 87. Комплектациясын көрөлү. Электропакет. Гидравлика барбы? Гидравлика бар экен. Кондиционер жок экен, Орточо комплектацияда.
Бағасы 120 миң сом деп атты. ВАЗ-2107 Россия темір номерінде учеттан шығарылған емес. 2006 жылы шығарылған инжектор. Есін байланыс номер 220-70-26-05. Бағасы 120 миң сом, 100 миң сом. Өзіңіздер талдап алыңыздар, есі жанында көрінбейді. Толығырақ сұрайыныз. Mercedes-Benz 190 1991 жылы шығарылған, объемы 2.5 дизель, коробка механика. Есім байланыс номер 551 89 95 15. Бағасы 100 миң сом ба? 100 миң сом да отады. Opel Astra hatchback 1999 жылы шығарылған, объемы 1.4, бағасы 88 миң сом. Люк бар екен. Opel Vectra қанша олды отады? Бағасы қанша олды? 70 миң сом, а? Так, 1990 жылы шығарылған, объемы 1.8, коробка механика. Есін байланыс номері 990 521. Уландысы қанша? 521. Телефон номері. Көрінбей қалып тұр, жақсы қағазда. 12 19 12, а? Болды. 990 коды менен 12 19 12. Дәу Колос 2003 жылы шығарылған, объемы 1.1. Есін байланыс номері 550 48 74 64. Коробка механика. Айтылыш басы 170 миң сом. Мой, екі Nexia тең бір адамға қарашты. Ақтан баштайлы Nexia бір. Туманиктер бар. 2008 жылы шығарылған, объемы 1.5. Есім байланыс номері. Ең жөнөкөйлі комплектацияда айтылыш басы 70 миң сом. Мо қызыл қайрылалы емі. 2006 жылы шығарылған. Объемы 1.6, есім байланыс номері. Комплектациясында да сөз маневеріңіздер. Бұнда жөнөкөйлі комплектацияда бұл 100 миң сом, а? Бұл 70 миң, берке ағы 100 миң, а? Шүнікті. Opel Vectra 1991 жылы шығарылған, объемы 1.8, бағасы 65 миң сом. Салам алейкум. Тиконы қанша да отас? 65 миң. Кеми қанша ем мен машина кеш каналынан ака? Қардар шығып алышы мүмкін. 50 миң сомға бері берем де отатына. 1996 жылы шығарылған. Есім байланыс номері 779 01 75 50. Коробка механика. Салонда қысқаша көрсетіп қойын. Ford моделін азыр білген әрекет жасайым, аға чейін малымат қағазын көрілі. 1994 жылы шығарылған, объемы 1.6, коробка механика. Ең қызығы мұнаки басы 30 миң сом, бұрматы көрішілер. Ең арзан бүгінгі тартылған автоунаушыл олы отат менде. 227 коды менен 75 84 84. Есі жанында көрінбейді, дағы содалашып сұрап көрейін деп аттым еле, дағы қаншаға бері бересіз деп. Ford Escort. Бұл айтылыш қана басы болса керек, адашпасам. Кімге қызық болса чалып көріңіздер. Машинаның ақадуы, қандай кемшіліктері бар, ошоларында толық өзіңіздер сұрап біліп аласыздар. Не қызығы, бұнда airbag бар екен, қауіпсіздік жаздығы. Айдоочуда жана алдыңғы жүргүнчүдө кондиционерді көрбей атам. Lanos 1
1999 жылы чыгарылган, объему 1.5. Эсин байланыш номери 773 53 43 53. Коробка механикабы? Ага. Механика. Салону. Айтылыш баасы 110 000 сом. Автозапусктагы бар экен. Сигнализациячы? Бар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, дагы да ушул жол менен катар кете берет. Арасында ушундай сатылган автоунаалар дагы, сатыла турган автоунаалар дагы бар. Эми ушуну менен бүгүнкү биздин чыгарылыштарыбызды аяктайбыз. Барыңыздарга чын денсаулык, ишиңиздерге ийгилик каалап, эмдиги апта көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.